Адамға білім керек. Философтар қаншама мың жыл бұрын осыны айтып кеткен. Және де білімнің маңыздылығы жылдар бойы жойылған жоқ. Тек қана маңыздылығы арту үстінде. Біздің қазақ халқының ғұламалары да осы туралы өте көп айтқан. Тарихты қарасаңыздар, өздеріңіз де ол туралы білесіздер. Және де алаш зиялылары да 100 жыл бұрын жалпы қазақ халқына білімнің керектігін айтып өткен. Қазіргі заманда білімнің қажеттілігі одан да жоғары. Себебі қазір біз ақпараттық заманда өмір сүріп жатырмыз. Ақпараттың ағыны өте көп. Жан жақтан әртүрлі ақпарат келіп түсуде. Оның жартысы шын болса, жартысы жалған. Және де ол ақпарат адамдардың фокусын алып, сондай адамдардың зейінін бір жерге шоғырландырудан сондай бас тартқызып, жан жаққа еліктетіп жатқан заманда өмір сүріп жатырмыз. Сонымен қатар қазір өте көп сондай ағындар да пайда болып жатыр, өршіп жатыр. Яғни былай шындыққа жанаспайтын, және де бір шынайы ақпаратқа сай емес ақпарат та өте көп. Сондықтан қазір өте көп білім керек, әсіресе жастарға. Мен айтар едім, жалпы қазір білім мен ғылымның заманы. Сондықтан жастарда, орта жастағы адамдарда, ересек адамдарда, үлкен жастағы адамдарда барлығы қазір білім іздеу керек. Себебі білімді адам ол адам жалпы өзінің осы өмірде не үшін өмір сүретінін, жалпы оның болмысы қандай екенін, ол адам осы өмірге жалпы не үшін келгенін, оның миссиясы қандай, оның жалпы мақсаттары қандай, армандары қандай, жалпы оны кім қоршайды, қасында ата-анасы қандай, отбасы, жора жолдастары, ұстаздары, таныстары, әріптестері деген сияқты өзінің ортасын зерттеп, жалпы өзін кім қоршайды, кім оның қасында жүр, ол өзі немен айналысады. Осының барлығына тек қана адам өзінің білімін шындап қана жете алады. Енді жалпы қазір мынандай тенденция пайда болып келе жатыр. Жеңіл өмір сүру, жеңіл ақша табу, жеңілдің үстімен, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүру деген сияқты тенденция өте көп қазір күшеюде. Оның жақсы жақтары да бар, жаман жақтары да бар. Енді осы туралы мен айта кетсем, жалпы негізі адамдар білімнен қашпау керек. Өйткені жалпы білім деген ол қазақша айтқанда инемен құдық қазғандай. Білім деген ол енді шегі жоқ, сондай бір өте сондай құнды, және де ағып тұрған бұлақ деп кезінде сондай ғұламаларымыз айтып кеткендей, жалпы білімге ештеңе тең келмейді. Білім жалпы негізі теңдесі жоқ. Басқа әрекеттермен салыстырғанда ең солардың басында тұратыны ол ғылым және білім. Және де осы білім мен ғылымды білу арқылы адам кез келген мамандықта жұмыс істей алады, кез келген бизнеспен айналысады, кез келген мақсатқа жете алады, кез келген арманға жете алады, кез келген адаммен тіл табыса алады, кез келген шетелге де бара алады. Сондықтан мен айтайын дегенім, жалпы адамдар білімді құнсыздандырмау керек. Қазір міне мынандай тренд болып жатыр, жалпы білімсіз де ақша табуға болады, диплом қажет емес деген сондай өте көп пікірлер бар. Мен енді айтайын дегенім, бұл жерде жалпы адам білімді қалай алды, қандай жолмен алды, қандай кезеңдерден өтті, қандай кітаптар оқыды, ол адамның ұстаздары кім болды, ол өзі қандай мамандықта оқыды, қандай жоғарғы оқу орнында оқыды, қандай орта оқу орнында оқыды, қандай оның дипломы бар. Сонымен тығыз байланысты. Себебі бізде қазір жалпы қоғамда былай білімді онша алмай диплом ала салу деген сондай бір тенденция да бар, жоқ емес, оны барлығымыз білеміз. Сондықтан
сондай жолмен, оңай жолмен оқи салған, дұрыстап оқымай жоғарғы оқу орнын бітіре салған, сондай диплом ала салған адамдар көбінесе олар білімнің қажеті жоқ, оны оқып керегі не, бәрібір біз мамандықпен жұмыс істемейміз деген сияқты өте көп сондай пікірлер айтылуда. Мен енді өзіме келетін болсам, жалпы мен өзім мамандығымды өте дұрыс таңдағам. Жалпы мамандығым бойынша мен 15 жыл қызмет еттім, және де өзімнің жалпы мансабымда білімнің шегі жоқ дейміз, бірақ та сол мансаптағы білімнің сол шыңына шыға алдым. Және де мен әр кезде, әр ортада отырсам да, адамдар менімен сырласса да, ақылдасса да, олар мына білімнің маңызды екенін біліп отырады. Жалпы бізде өте көп таныстарымыз, туыстарымыз, достарымыз жалпы өздері де айтып жатады, осылай біздің балаларымыз сіз сияқты білімді болса екен, оқыған болса екен, тоқыған болса екен, сондай осындай дипломдары болса екен, осылай шетелде оқыса, осылай сіз сияқты халықаралық университетте оқыса, осындай оқу орнына түссе деп, өйткені көп адамдар қазір жалпы білімнің маңыздылығын біледі. Жалпы қазіргі өмірде болсын, мансапта, жұмыста болсын, қызметте болсын, білім өте маңызды. Сондықтан егер сіздер қазір жас болсаңыздар, егер сіздер кішкентай бала тәрбиелеп отырсаңыздар, егер өздеріңіз қазір даму үстінде болсаңыздар, білімнен қашпаңыздар. Өйткені білім деген ол жалпы сіздердің өмірлеріңізге өте бір сондай пайдасын келтіретін, мен оны нұр дер едім. Ол былайша айтқанда шуақ дейміз, нұр дейміз, сосын адамға беретін бір жарық дейміз, білімдінің дүниесі жарық дейді, білімсіздің, наданның дүниесі қараңғы дейді. Сол білім арқылы негізі адамдар өте көп жетістікке жетуде. Қазір әлемдік ғұламаларға, әлемдік мықты сондай саясаткерлерге, әлемдік мықты миллиардерлерге, мықты ғалымдарға қарасаңыздар, жалпы барлығы білім арқылы келген. Қазіргі мына заманауи техника, роботтардың шығаруы, ұшақтың ұшуы, мысалы ракетаның қазір Марсқа ұшуы, оның барлығы біліммен келген. Сондықтан адамға білім керек, білімнен қашпаңыздар. Жалпы оңай жолды таңдайыншы, жеңіл табыс табуды, жеңіл сондай өмір сүруді, ештеңкені уайымдамауды, ештеңкені ойламауды таңдайын, білім алмай ақ қояйын, оқымай ақ қояйын десеңіздер, жалпы менің пікірім ол дұрыс емес. Жалпы жеңіл өмір сүру, ауыр өмір сүру туралы мен басқа видеода айтам, ол мүлдем басқа тақырып, адам білімді болып та жеңіл өмір сүре алады, білімсіз болып та ауыр өмір сүретін адамдар бар. Ол екеуі бір-бірімен жалпы байланысы жоқ факторлар деп айта аламын. Сондықтан сіздерге айтатыным, білімді болыңыздар, оқудан, білуден шаршамаңыздар. Ертең жалпы өздеріңіз дамып, өсіп, білімді болған кезде, жалпы осы менің сөзімді еске түсіріп, осы Гүлжан дұрыс айтқан екен ғой дейтін уақытқа жетейік. Енді келесі менің видеоларымда жалпы өте сондай маңызды тақырыптар қолданатын болады, жалпы сіздерге берілетін болады. Сондықтан осы менің видеома лайк басып, пікір жазып, достарыңызға, таныстарыңызға, балаларыңызға, бауыр сіңілдеріңізге жіберсеңіздер болады.